Карантиннен соң жылжымайтын мүлік нарығын не күтіп тұр? Сарапшылардың бір бөлігі қымбатшылықтың аулы алыс емес десе, өзгесі сауданы тоқырау күтіп тұр деген ұстанымда. Себебі соңғы 2 айда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 16%-ға өсіп, тұрғын үйге сұраныс төмендеген. Қазір мердігерлер бірінші кезекте жаңадан салынған үйлерін өткізу үшін түрлі бағдарлама ұсынып жатыр. Өйткені су жаңа үйді алу үшін адамдар қыруар ақша салады. Қалай десек те, жылжымайтын мүлік нарығы табыстан айырылмаудың барлық амалын жасап жатыр. Сату мен сатып алу мүлдем тоқтамайды деген ойдамын. Кешеден бері жылжымайтын мүлік нарығында жұмыс қызды. Әлемді пандемия жайлап, елде карантин жарияланғалы үй сатып алуға сұраныс белсе бәсеңдегені рас. Көбінесе тек онлайн келіссөздер жасалды. Енді клиенттер құжаттарды ресми түрде рәсімдеуге кірісті. Сарапшылардың пікірінше, алдағы уақытта қолданыстағы ескі үйлердің бағасы 10%-ға дейін арзандайды. Бұдан өзге күзге қарай пәтер жалдайтындар қатары артады. Келісімшарт бойынша жұмыс істейтін әскерилер мен студенттер үй іздейді. Баспанасын жалға берушілер үшін бағаны көтеру тиімсіз, сондықтан үй не кеңсені жалдау құны төмендейді. Ал іргетасы қаланып жатқан үйлер импорттық құрылыс материалдарына тәуелді. Оған қоса доллар бағамының да өсуі нарықтағы бағаны қалыптастырады. Тек мемлекеттік бағдарлама немесе субсидия қаржысына салынған үйлердің құны ғана бұрынғысынша қала бермек. Осы жылы тұрғын үй бағасы 2 рет өсті. Қаңтар айында қолданыстағы үйлер де қымбаттады. Менің ойымша, алдағы уақытта тариф 5-7%-ға дейін көтеріледі. Былтыр күзде күрделі жөндеу жасалған бір бөлмелі пәтерді 13-13,5 миллион теңгеге сатқанмын. Биыл 16 миллион теңгеге өткізіп жатырмын. Жазда үй алған тиімді. Күзде барлық үйдің бағасы қымбаттайды.